келген IT мамандығын игеруге бел буған адам бірінші күннен бастап мен не үйренуім керек, мен неден бастауым керек деген сұраққа тақалады. Бұл сұраққа жауап оңай емес, себебі IT әлемі өте үлкен, өте кең және ондағы мамандықтардың түрлері де өте көп болып табылады. Мысалы, мына кестеге қарасаңыздар, дүние жүзі бойынша әртүрлі мемлекеттегі IT мамандарының жылдық табысы көрсетілген. Бірақ сіз қазірше құр аттарына көңіл бөліңізші. Мысалы, DevOps Specialist, Full Stack Web Developer, Backend Developer деген мамандықтар бар. Олар веб-сайт жасайтын адамдар. Одан кейін System Administrator деген бар. Ол яғни сол веб-сайт немесе аппликейшндардың өмір сүретін серверларын жұмыс істеуін қамтамасыз ететін адамдар. Бірақ сіз қай мамандықты игеруге бел булсаңыз да, мен сізге ең бастысы Linux операциялық жүйесінің негіздерін үйренуден баста деп айтар едім. Операциялық жүйе дегеніміз не? Операциялық жүйені түсіну үшін біз өзіміздің күнделікті қолданып жүрген компьютерімізге көңіл бөлейік. Компьютеріміз қалай жұмыс істейді? Ол неден құралған? Сол архитектурасын қарастырайық. Компьютер және телефонымыздың. Міне, мында қарасаңыздар, бұл біздің компьютеріміз осылай құрылған. Компьютерімізде, телефонымызда. Яғни ең бастысы бізде не бар? Ең бастысы ол темір қаңқамыз бар. Темір қаңқа, яғни Asus, Lenovo, MacBook кез келген ол темір қаңқадан тұрады, яғни экран, клавиатура, корпусы деген сияқты. Тура солай біздің телефондарымыз да құралған, яғни тура сондай камерасы бар, экраны бар, жалпы темір қаңқасы. Оның үстіне біз операциялық жүйені орнатамыз. Операциялық жүйе дегеніміз не? Осы күнге дейін біз қолданып келе жатқан, көп естіген, ол Windows немесе Android, Samsung телефондарын жұмыс ететін, iOS деген iPhone-ды жұмыс ететін, MacBook-ты жұмыс ететін macOS және тағы басқа сол сияқты. Яғни біз бірден темір қаңқамызбен жұмыс істей алмайды екенбіз. Яғни темір қаңқаның үстіне біз ең бірінші операциялық системаны орнатамыз. Одан кейін ғана біз сүйікті аппликейшндарымызды орнатып жұмыс істей алады екенбіз. Мысалы, Gmail, YouTube, әртүрлі браузерлер, сол аппликейшндармен жұмыс істеп болғаннан кейін біз кішкене демалушы мүмкін ойын ойнауымыз мүмкін. Ол ойындар да осы операциялық системаның үстіне жүктеледі. Міне, өздеріңіз көріп отырғандай, біз компьютерді осы құрылымы арқылы қолдана аламыз. Яғни ең бірінші біз темір қаңқамыз бар, одан кейін біздің аппликейшндарымыз бар, ойындар әртүрлі, YouTube деген сияқты аппликейшндар. Олардың ортасындағы қабат, яғни операциялық жүйе дегеніміз, ол темір қаңқа мен аппликейшнның ортасындағы софтвер дейді, яғни программалық қабат болып табылады. Бұл Linux-ті үйрену үшін біз компьютеріміздағы Windows-ты алып тастап Linux-ті орнатуымыз керек па деген сұрақ туындаған шығар. Бірақ бізге ондай істеу керек емес, себебі қуанышқа орай VirtualBox деген Oracle компаниясының бір программасы бар. Бұл программа біздің компьютерімізді виртуалды түрде көптеген бөліктерге бөліп, оған бөлек операциялық системаны орнатуға көмектеседі. Біз VirtualBox-ты орнатамыз да компьютерімізге, оған Ubuntu деген Linux-тың бір түрі болып табылатын операциялық жүйені жүктейміз. Осымен кіріспеміз аяқталды. Келесі сабақта қолмен жұмыс істеуге шақырамын. Осының бәрін қолмен жүзеге асыруды шақырамын. Келесі сабақта кездескенше қош сау болыңыздар.